президенттің тапсырмасына сәйкес 3 ірі қалада 1000 пәтерден берілу тапсырма берілген. Соның біз 1050-ін қазір табыстадық кілттерін. 1050-ді біз конкурс жариялағанда 6500 адам құжатын тапсырды. Яғни көрдіңіз 6 есеге көп сұраныс. Сондықтан келесі жылы біз осыны жалғастыратын боламыз. Бірақ біз қазір кәсіпкерлер де келіп жатыр бізге. Былай дейді, біз көрдік, 1000 орынға 6500 адам келді. Сонда өзіміздің жеке инвестицияның есебінен, егер сіздер біз жерге көмектессеңіздер, өзіміз саламыз дейді. Ол бізді қуантты, біз оны қолдаймыз. Бірақ біз бюджеттен де тоқтатпаймыз. Яғни жыл сайын осынша пәтер салу жоспарда бар. Бірақ түсіну керек, ол бір жылда шешілмейді. Бізде жастар саны 245 мың ресми. Ол 29 жасқа дейінгі. Бірақ оның барлығы пәтерсіз деп айтуға болмайды. Сондықтан бұл мәселе бақылауда, әсіресе жастарға мүмкіндік ашу керек. Бірақ әр өңірде де осындай жасалу керек, себебі біздің өзіміздің сыйымдылығымыз да бар, яғни инженерлік инфрақұрылымдардың өзінің де мүмкіндігі бар. Соған сәйкес біз жұмыс жасаймыз.